Қаламыздағы таксокомбинат бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі таяуда 4 автобус сатып алды. 51 жолаушыға арналған ауқымды автобус әсіресе қозғалысы шектеулі жандарға ыңғайлы пандустармен жабдықталыпты. Айтары, таксокомбинат пен рейс автобус парктері алдағы көктемде маршруттық көлік құрамын 36 жаңа автобуспен толтырмақшы. Қарағандылық автобус парктерін техникамен толықтыру соңғы рет 2019 жылы жүргізіліпті. Ол жылы 80-ге тарта жаңа автобус маршруттық қатарға қосылды. Былтыр карантиндік ахуал, қаржылық қиындықтар туындап, автопарктер техниканы жаңадан алмады. Дей тұрғанмен биылдан бұл мәселеге бет бұрыс бар. Таксокомбинат бір серіктестігі 4 автобусты сатып алды. 51 адамдық автобустар заманауи үлгідегі ыңғайлы пандустармен бейнебақылау камерасымен жабдықталған. Білгеніміздей, сәуір айының соңына дейін 2 автопарк техникалық құрамын ұзын саны 40 автобуспен толықтырмақ. Сәуір айының соңына дейін осы жылдың тағы да 20 автобус келеді ол автопаркке. Және де рейс автобус паркі жаңағы 02, 07, 01-де қызмет көрсететін маршруттар 16 автобус салу жоспарлануда. Оларды апрель айына дейін келу керек. Дей тұрғанмен бізде әлде болса автобустар аз. Соңғы жылдары бірнеше маршрут бағыттан алынып тасталды. 34-ші автобуста құрдымға кеткелі отыр. Бір ғана мысал, өткен аптада 34-ші автобустан 2 маршрут қана линияға шықса, бүгінде ол 2 автобус ресми тоқтатылған жоқ, бірақ жолға шықпады. Қалалық билік 1 ақпаннан бастап 34-ші автобус бағытымен нөмір 56-ші маршрутты жүргізуді бастады. Яғни 56-ші автобус Майқұдықтың 1-2 квартал арқылы Динамо, Восток 1-2 аялдамаларына бағыт алып, одан кейін өз кестесімен жолға қатынауда. Айтары, жолаушы тасымалдауда келеңсіздік жіберген маршрутты басқа автопарктер иелігіне өткізу назарда. Мәселен, 7-ші автобусқа қатысты былтыр шағым көп болғандығы ескеріліп, аталмыш маршрутты қалалық билік басқа тасымалдаушыға өткізген. Қазір 7-ші маршрут біз сентябрь 2020 жылдың қыркүйек айында Арман автобус паркімен келісім шартты бұздық. Оған дейін де көптеген шағымдар болды бір маршрутқа. Ол автобус паркімен басқа автобус паркіне бердік бұл маршруттарда қызмет көрсету үшін таксокомбинат. Қазіргі таңда таксокомбинат қызмет көрсетеді. 7-ші маршруты 12 автобус қазір қатынайды. Нөмір 7-ші автобус бойынша қазірде 12 автобус линияда. Бұл автобустың қозғалыс аралығы 20-23 минутты құрайды деген Темірлан Талдыбаев 7-ші автобустарда да жүргізушілер жетіспейтінін айтты. Жүргізушінің орта жалақысы 150-170 мың теңге көлемінде. Айлықтың шайлыққа жетпеуде жағдайды қиындатып отыр. Еңбектің дұрыс өтелмеуінен болар, кешкілік уақыттарда автобус жүргізушілері жолаушыларды жарты жолдан басқа автобустарға отырғызуға үйренген. Кешке 7-8-ден аса әсіресе Майқұдықта жолаушыны бір автобус екіншісіне нығыздап тастайды. Вечером в Майқұдық уехать, во-первых, очень сложно. Кешкілік Майқұдыққа жету өте қиын. 45-ші кварталдан отырсаң да, жалпы қаладан кешкі 6-7-ге дейін Майқұдыққа жету бейнет. Автобустар бар, бірақ кісіге лық толы. Кейде жолаушысы аз автобусқа мінесің. Онда ХМК ма әлде көгілдір тоғандар ма, ұмай ма, автобус аяғасы сынып қалады, немесе жанармайы таусылып жолаушыларды басқа маршрутқа мінгізеді. Ол автобус кісіге лық толы ма, онда ешкімнің шаруасы жоқ, әйтеуір нығыздап мінгізіп әлек. Бұдан жүргізуші ұтар бәлкім, бірақ кешкілік жұмыстан шаршап келе жатқан жолаушы әбден машақат тартады. Ұсынған автобусқа міне алмай, 2-3 автобусты өткізіп үйіне әзер жетеді. Бұл үйреншікті болған жай, жолаушылардың зығырданы қайнайды. Бірақ тұрғындар шарасыз. Осы орайда қалалық облыстық билік кешкілік автобустардың жүрісін қағаз жүзінде емес, шындап қадағалап, жарты жолдан қайтатын жүргізушілерге шара қолданса. Бақыт Құлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.